Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selam ala seyyidina ve nebine Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Buna biz turgan jerimiz Sarıgaş medresesini qaraytan. İnşallah Sarıgaş medresesinin qurulusuna balların işib jemini o yerden Kızraytkul degen menin toğum bar, jigeçlik özümnün jerim bar. O yerden düşken bükül qarajatın bari Sarıgaş okuw ornuna jiberiledi. Biz endi ballar bargan sayın, köbeygen sayın, ösken sayın qarıda үлкен жауапкершілікті үлкен болғаннан кейін енді қайтсек енді ешкімге мұқтаж болмаймыз, қайтсек халыққа қол созбаймыз деген мақсатта түйеқұсты тексердік, түйеқұсты бағайық деп сол түйеқұсты алдым. Bir tүйеқұстың 2-4 әйеліне шейін болады екен. Көбірек сол 2 әйелмен болса жұмыртқаны ашып шығуы жаңағы дұрыс болады екен. Соған біз өсерге 50 семьяға орынға батырмыз, яғни 150 түйеқұсқа. Сонда бір түйеқұстың 2 әйелі болады, олар бір жылда 80 тұқымға шейін туады екен. Егер оның жағдайы қарау жақсы болатын болса, әр түйеқұс жарым ашады екен. Сонда біз енді инкубаторды аштырамыз, 40 ашырылады дейді. Біз 40 келмесек, 20-сында ашыра алатын болсақ, 100-ден сонда біз бір жылда 2000 дана түйеқұстың баласын алу, егер Алла тағала қадір қылса, сондай мүмкін болады деп, соны бағып жатырмыз. Мұны біз қылып тұрғанымыз әзір от жаңағы 100 метрге 3-ке бөліп істеп жатырмыз. Өсерге 50 семьяға, бұл енді ұзындығы 30, ені 4 метрден әр біріне бөлме болу керек екен, бір семьяға. Біз соған міне альхамдулилля мінердің бәріне бүтін қылып жатырмыз. Бір 15 күнде өсердің бәрін бітіріп қоямыз. Сонда бұның жағдайы қылу өте қиын екен. Өсерде біздің 200 қанша гектар жеріміз бар. Негізі осы қырда Sarıgaş оқу орнының қарасты Kızraytkul тауының 7000 гектар жері бар. Жарымына мал бағамыз, жарымына егістік егеміз. Биыл 2000 гектар бидай егейін деп жатырмыз. Әзір жарымнан көбін егіп қойдық иншалла. 500 гектар арпа егеміз кейін. Ал негізгі малдан көрі, қойдан көрі түйеқұстың, страустың жаңағы беретіні көп болады екен. Бірақ оны өте бұл нәзік нәрсе болады екен. Өсерге 100 мыңдаған страустар бағам деген үміт енді Алла тағала білуші ғой енді. Бұл енді балдардың жейтін етіне сатсаң ақша 1 жылдық болған 200 теңге екен. 1 жылдық болған қораздар 200 теңге. Ал енді 100 енді 2000 балапан алатын болсақ, 100 болғанда 50 еркек, 100 ұрғаш болады ғой. Сол мақсатта осы. Ал енді мұнаның жанына, Құдай қаласа, тауық ферма, үйрек ғаз фермасын, күрке тауық фермаларын өсерге қатар өсерге салынады. Және осы Sarıgaş оқу орнының иншалла балдар көбейген сайын, оған мұқтаждық көбейеді иншалла. Осындай ар жақтағы балықтарымыз бар, балықтарды да қатты көбейтуге орын тұрмыз. Иншалла Қазақстандағы бір медресе емес, діни басқармаға қарасты барлық медреселердің ұстаздарының, шәкірттерінің жағдайын қыламыз деген үмітте осындай бір үлкен істі бастадық. Альхамдулилля, міне соны бастағанымызға 17 жасымда армандаған болса, иншалла әзір 63, бұлай болғанда 61, ал хижри есеппен 63 пайғамбар жасына келдік. Бұдан кейін қанша өмірін тұр Алла біледі. Бірақ иннамал амалу бинният, пайғамбар айтады, әлбетте амалдар ниетпен дейді. Бірінші ниет түсу керек. Ниетте үлкен берекеттер бар, үлкен бір ниеттермен осы істерді қылып жатырмыз. Алла істерімізге берекет берсін. Сендерге рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.